Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гаухар. Бүгін біз орам жапырақтан жасалу жолы оңай осындай қыстық салатты әзірлейтін боламыз. Бұл салатты қыстың күні кез келген тағаммен ұсынуға болады. Алдымен сәбізді осылай үкіштен жақсылатып барлығын өткізіп алатын боламыз. Мінеки сәбізіміз дайын болды. Келесі кезекте жұқалатып орам жапырақты кесіп шығатын боламыз. Енді үлкендеу шұңғыл табаға барлығын салып бастаймыз. Бірінші капуста, яғни орам жапырақты саламыз. Оның үстіне сәбізді саламыз. Келесі кезекте қызанақты, жіңішкелетіп пиязды, сарымсақты үкіштен өткізіп аламыз. Одан кейін қиярды осылай жұқалатып, дөңгелетіп кесіп шығатын боламыз. Арнайы осындай пышақ болса, тіптен жақсы. Қияр салатта өте әдемі осындай узорлармен болып тұратын болады. Мінеки барлығын салып болдық. Ең соңында тәтті балғар бұрышын саламыз. Тәтті балғар бұрышынан қыздар осындай жасыл түсінен пайдалануға кеңес беремін. Одан кейін бір ащы бұрышты саламыз. Дәміне қарай тұз, қант, аспиринді езіп аламыз. Аспиринді салмауға да болады достар. Мінеке барлығын езіп алғаннан кейін енді ең соңында сұйық майды қайнатып аламыз. Яғни қайнаған үстіне сұйық майды құямыз. Барлығын жақсылатып қолмен осылай араластырып аламыз. Видеоның описание бөлімінде барлық құрамдары жазулы тұр, сол құраммен жасасаңыздар болады. Енді ең соңында үстіне осылай ауыр затты қойып, 2-3 сағатқа алып қоямыз. Оған дейін крышкаларымызды, банкілердің барлығын осылай стерилизовать етіп алатын боламыз. Салатты мен 1 сағаттай уақытқа алып қойдым. 1 сағаттың ішінде осылай жақсылатып соғы шықты. Енді манағы стерилизовать етіліп қойған банкіге салаттардың барлығын салып шығатын боламыз. Сонымен қатар достар, YouTube каналыма тіркелуді де ұмытпаймыз. Қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, қандай да бір жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келеді. Салаттарымыз мінеке дайын болды. Енді қақпақтарын тек қана жауып қоямыз, бұрамаймыз. Одан кейін баяу отта 10-15 минуттай салатымызды барлығын осылай пісіріп алатын боламыз. Он 15 минуттан кейін енді банкілерімізді алып, крышкаларын жақсылатып жауамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сенімді рецепттердің бірі. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.